Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз үлпілдеп тұратын тәтті бәліштер жасайтын боламыз. Яғни пышные булочки. Дәмі тәп-тәтті керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт оригинал. Алдымен осылай ыдысымызды аламыз. Суымызды жылы болу керек. Міндетті түрде су жылы, сүтіміз жылы болу керек. Екеуін қосамыз. Бір ас қасық тұз және де сахарымызды қосамыз, шекерімізді, сұйық май және дрожжімізді саламыз. Дрожж бір жарым шай қасық дрожж саламыз. Сосын 2 жұмыртқамызды жарып араластырамыз. Тұзымыз еріп, барлық қосып жатқан қоспаларымыздың барлығы еріп, жақсылап араласқанша осылай қолмен араластырып аламыз. Осылай жақсылап ертіп, араластырып болған соң, ұнымызды електен өткізіп алдын ала дайындап аламыз. Ұнымызды жаймендеп, салып, қамырымызды илейтін боламыз. Дәл осы рецепт бойынша менде 1 килограммдай ұн қажет болды. Осылай илеп, дәл осылай жұмсақ етіп илеп болған соң, қатты бұлжыратып жібермейміз қамырымызды. Осылайша ұстауға ыңғайлы болу керек. Илеп болған соң, майымызды, сұйық майымызды осылай майлап, бетін жауып, жылы жерге қамырымыз ашығанша қойып қоямыз. Міне қыздар, қамырымыз дәл осылай көтеріліп, ашу керек. Жаймендеп шетінен алып, 60-70 граммнан бөліп, осылай шарик шығарып, яғни домалақтап, осылай қойып шығамыз барлығын. Қыздар, қамырымызды осылай домалақ етіп, дайындап алған соң, бетін салафанмен жауып, 10 минутқа тынығуға қойып қоямыз. 10 минуттан соң алып, қалаған пішінді булочкилерімізді жасаймыз. Пішінін өз қалауыңыз бойынша, яғни сіз ішіне начинка салып жасасаңыз да болады. Мен жай ғана бір түрде булочкилер жасадым осылай. Маған осы формадағы булочкилер қатты ұнайды. Сіздерге жасалу жолын видеода көрсетіп жатырмын. Осылайша барлығын формаға келтіріп болған соң, тағы да бетін майлап, 40 минуттай қойып қойсақ, формасы 2 есе ұлғаятын болады. 30-40 минуттан соң алып, жұмыртқамызды жарып, бетіне әдемілеп тұрып жұмыртқа жағып шығатын боламыз. Осы уақытта пешімізді 160-170 градуста қыздырып аламыз. Қызып тұрған пешімізге булочкилеріміз сарғайғанша пісіріп аламыз. Қызартып емес, сарғайғанша пісіріп аламыз. Булочкилеріміз өте көлемі үлкен болып, пышный болып пісетін болады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Айтпақшы, бетіне осылай қалаған өзіңіздің жақсы көретін мак, немесе осындай кунжут, немесе қантты бетіне сеуіп пісірсеңіз болады. Өте керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер.
Менің видеом ұнаса, мені қолдап лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алда керемет рецепттер түсіретін боламын. Осыдан алдыңғы рецепттерді де қарап, өз керегіңізді тауып алсаңыз болады. Баршаңызға рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Сіздермен болған мен Дана Кенжебек.